Алматыда волейболдан мешіт жамағаты арасында финалдық кезең өтті. Қазан айында басталған спорттық шараға қаламыздың 52 мешітінен барлығы 40-тан астам команда қатысып, соның 8-і ақтық кезеңде өнер көрсетті. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған турнирде кімдер жеңімпаз атанды? Әріптесім Мерей Қанапиянов тарқатады. Өткен демалыста әр ауданнан іріктеліп шыққан 8 команда бас жүлдеге таласты. Тартысты өткен кездесуде Алатау ауданының Нұр Мүбәрак мешіті 3-ші орынға жайғасса, Наурызбай ауданы 2-ші орын алды. Ал бабы мен бағы қатар келіскен Бостандық ауданының мешіт жамағаты турнир жеңімпазы атанды. Жарыс соңында қатысушыларға бағалы сыйлықтар мен грамоталар табысталды. Бірінші, екінші, үшінші орын алған қарсыластардың деңгейі барлығы бірдей. Бірге ойнап жүрген балалар. Жарыс болғаннан кейін біреу жеңеді, біреу жеңіледі. Екінші орын бұйырған екен. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жарыстарға жат ағымның жетегінде кеткен жандар да қатыса алады. Себебі турнир мақсаты асыл діннің оң жолын көрсету арқылы оларды сыртқа теппей, керісінше бауырға тарту. Бұл жобаның мақсаты мешіт жамағаттарын салауатты өмір салтын насихаттай отырып, өзіміздің дәстүрлі құндылықтарымызды, дәстүрлі ұлттық ойындарымызды, спорттың түрлерін насихаттау. Дәстүрлі түрде үшінші жыл өткізіліп келе жатыр, оның ішінде волейболдан бірінші рет. Өткен жылдары біз әйелдер арасында өткізген болатынбыз. Биыл ерлер арасында волейболдан жарысымыз бірінші рет өтіп жатыр. Айта кетейік, мамандар алдағы уақытта командалық ойындардан бөлек үстел теннисі секілді жекелей спорт түрлерінен де турнир өткізуді жоспарлап отыр. Мерей Қанапиянов, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.